Ерте қартайғыңыз келмесе, сарымсақ қосылған су ішіңіз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 затты қосып ішіңіз. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Құрметті оқырман, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, арнамыздың дамуына үлес қосуларыңызды сұраймыз. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп, біз де таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдылығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді, қандағы улы затты шығарады. Сарымсақ қосылған су. С және Б6 дәруменімен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісі. 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап, езіп аласыз. Сосын эмаль ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стакан су құйып, отқа қоясыз. 50 градуста қайнатыңыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Кімдерге ішуге болмайды? Аллергияға, асқазанында жарап болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған суды ішуге болмайды. Бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайындап қойып, тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стакан жылы суға, яғни 36-37 градустағы суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады, ағза дәрумен мен минералды затқа бай болады, жұмысқа қабілетті ашады, метаболизмді дұрыстайды, асқазан жек жолдарын жақсартады, ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды, суыққа қарсы күреседі, бас ауруын қойдырады. Міне, 1 стакан суды 1001 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық. Ем болсын достар, ауырмаңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер арнасы. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.